Баршаңызға сәлем, қайырлы кеш. Бұл сіздерге лимонды қалай заморозкіден және вареньені қалай жасайтынын көрсететін болам. Осылай ыдыстарға салып мұздатуға болады. Бірінші лимонды жақсылап жуып тазалап аламыз. Менде бұл жерде 3,5-4 килодай лимон. Осылай екі шетін қырқып тастаймыз да, ішіндегі дәндерін алып тазалап мұздатқышқа салатындықтан сыртын ашымаймын, қабығымен осылай турап алам, ішіндегі дәндерін ғана тазалап. Бәрін осылай тазалап алғаннан кейін осылай бөліктерге бөлеміз. Ал екінші жартысын мен 2 кило дайын қабығымен 1,5 килограмын осылай қабығын ашып вареньеге дайындап жатырмын. Бұнда ішіндегі қабығын ашқан лимонды ішіндегі дәндерін алып тастап, осылай бөлек бір ыдысқа салатын болам. Кейін оны кішкене кастрюльға салып, аздан бірінші қатар лимон салып, екіншісіне шекер салып, осылай шекерлейтін боламыз. 1,5 килодай лимонға 1,5 килограмм шекер салатын болам. Сөйтіп оның бәрін шекерлеп болғаннан кейін бетін жауып 5-6 сағатқа қойып қоятын болам. Сосын барып қайнататын боламыз. Ал сыртымен бөлшектерге бөліп алған лимонымды осындай мясорубкадан өткізем. Бәрін өткізіп аламыз. Тағы бір айта кететін сіздерге лайфхак. Варенье саған лимонның сыртын қабығын ашқан едік қой. Сол қабықты да біз осы шегіп атқан морозить ететін лимонымызға қосып шегіп жіберсек болады. Өйткені витамині бар сырт қабығында болады лимонның. Тастамай осылай қосып шегіп жіберіп, кейін шекер араластырамыз. Бұл жерде 2 килограмдай лимонға 2 килограмм шекер қосып араластырамын. Жақсылап араластырып болған соң осындай пластмасса ыдыстарға салып, бетін жақсылап жауып, морозилкаға салып тастаймыз. Бұл жерде мына пластмасса бізде 800 грамм, ал мына 1 кило ішінде мына үлкені оранжевый крышкасы бар, ол 1,5 килограмм. Вареньені 5-6 сағат өткеннен осылай отқа қоямыз, баяғы отқа. Қайнай бастаған кезде бетінде көбігін алып тастаймыз. Көбігін алғаннан кейін 5-10 минут тағы қайнатып, сосын дайын болған лимон вареньесін осындай ыдыстарға құйып, шынысыз болсын, пластмассасыз болсын құйып, енді тоңастырамыз. Холодильниктің өзіне қойса да болады бұны. Осылай құйып, аузын жақсылап жауып, холодильникте сақтауға болады. Күнделікті пайдалана беруге дайын. Менде бұл жерде 3 пластмасса ыдысқа құйдым. Түрі осындай болады. Дәмі өте әдемі, иісі де әдемі.